Наурыздың 10-нан бастап барлық өңірде күн суытады. Еліміздің 10 өңірінде су басу қаупі бар. Қазгидромет осындай болжам жасады. Тау суының ағыны есебінен Алматы, Түркістан, Шығыс Қазақстан және Жетісу облыстары қауіп алдында тұр. Ал қары мол Батыс Қазақстан, Ақмола, Абай, Солтүстік Қазақстан, Қарағанды, Павлодар және Қостанай облыстарының кей жерлерін қарғын су басып кетуі мүмкін. Бүгінде ел аумағының 72%-ында қар жатыр. Сондай-ақ синоптиктер наурыздың соңына дейін барлық өңірде қыстың ызғары сақталады деп отыр. Қазгидромет басқармасының басшысы Жұлдыз Изапекованың айтуынша, әлі де қыс мезгілі болады, наурызда да болады. Өйткені солтүстік өңірлерде наурыз әлі қыстың жалғасы болып табылады. Әлі де қар жауып, бұрқасын соғады. Тұман, көктайғақ деген құбылыстар әлі де болжанады. Ал оңтүстік өңірлерде көбінесе жауын шашын түрінде болады.